еттім. Себебі жерді кереметті салуда суретші де, философ та, он саусағынан өнер танған құрылысшы да ұстаз алдынан өткен. Олай болса, бірінші ұстанымым, яғни әлемнің бірінші кереметі Мысыр пирамидасы, көне дәуірден бүгінгі күнге жеткен жер бетіндегі ең ежелгі құрылыс. Бұл құрылысты жасауда қаншама еңбек, қаншама тер, қаншама құрылысшы кетті. Олай болса, ұстаз да әркез ізденіп, еңбек етіп, тер төгіп, ізденуде болу керек. Екінші кереметі Бабылдың аспалы бағы, яғни шөл даланың патшасы аспалы бақты шөл далаға сала білді. Бұл дегеніміз жоқтан бар жасай білу керек мұғалім. Үшінші, Зевс мүсіні. Зевс мүсіні бұл алтынмен қапталып және пілдің сүйектерімен қапталған болатын. Мұғалім де оқушыны тәрбие мен білімге баулып, әрқашан сол бойынша жұмыс жасай білу керек. Менің жұмыс жиемді Артемидия ғимаратына салдым. Себебі Артемидия ғимараты аңшылық құдайына арналған болатын. Ұстаздың қызметі де аңшылық қызметке ұқсайды. Себебі ұстаз өзінің мақсатына жеткенде ғана олжалы болады. Сол сияқты менің кәсіби өсуімде тәлімгердің өте үлесі көп болып есептелінеді. Және де оқытудың жаңа әдіс-тәсілдердің пайдалана отыра оқушыларға платформамен жұмыс жасауға, қызықтыруға, ынталандыруға жұмыс жасаймын. Көріп отырғаныңыздай Kahoot, Word, Learnsa, Classroom, Prezi және де WhatsApp, Zoom, YouTube желісі арқылы жұмыс жасай білу керек. Көріп отырғаныңыздай бұл жерде платформамен жұмыс жасаған кездегі сыныптан тыс іс-шаралар, семинарлар және де ашық сабақтар көрсетілген. Әлемнің 5-ші кереметі Галикарнас кесенесі. Галикарнас кесенесі ең биікте орналасқан және де танымалдығы ежелден белгілі болған. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында жаңа гуманитарлық білім қазақ тілінде 100 жаңа оқулық жобасы қабылданды. Соған байланысты OpenKZ платформасының оқушыларға және мұғалімдерге ұсынамын. Ол жерде көптеген дәрістер, бейне сабақтар, тапсырмалар және көптеген қазақ тілінде, орыс тіліндегі оқулықтар көптеп кездеседі. Өз үлесіңізді қосып, болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясына өз үлестеріңізді қоса біліңіздер. Родос алабы әлемнің 6-шы кереметтерінің бірі, күн құдайына арналған болатын. Бұл жерде көріп отырғаныңыздай өзінің жетістіктерін және де марапаттау сәтімен және өзімнің білімімді шыңдау мақсатында, біліктілігімді арттыру мақсатында алған сертификаттарым. Әлемнің 7-ші кереметі Александрия шамшырағы. Мұғалімге Александрия шамшырағы секілді әркез оқушының ата-ананың жүрегінен орын таба білу керек. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.